Батыр бір сұхбатында балалық шағымда маған мейірімін аямай төккен жалғыз адам болды. Ол 101 жас өмір сүрген асыл әжем деп еске алған. Талғат Бигелдинов 1938 жылы Бішкектегі аэроклубқа оқуға түседі. Сонда әжесі: "Ұлым, саған бір дұға үйретейін. Жаңбыр жауса, найзағай жарқылдаса, соны оқы, сені қорғайды" деген екен. Өзінің айтуынша сол дұғаның арқасында ол бәрі үрке қараған нөмірі 13-ші ұшақпен талай қиындықтан аман шыққан. Сонан әлі самолетқа келдім. Келдім де механик готов, полет еді. Механик мені парашют кигізеді. Механик. Сонан әлі парашютты киіп жатқанда ла қаулы ва ла қуввата илля билли ғалил ғазим. Маша Алла кана ва мәлім яшак лам якун алиманым иқрарым وتصديق بالقلب بمجابه من عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم деп. Ана механик маманды қарай. Сонда ше оқып алдым. Маған оқ тимейді. Отырдым да бітті жұмыс. Сонан сол 300 рет, 305 рет соны оқыдым. Соның құдіреті болды ғой сонда. Соны оқып, соны аман қалды. Енді мен айтайын, мен мынау сколько 300 минут бір самолетті жоғалтпадым. Бір летчикті жоғалтқым жоқ.